Назарбаев университеті. Назарбаев университетін 2010 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев құрды. Назарбаев университеті сапалы білім, маңызды зерттеулер мен батыл инновацияларды біріктіретін, сол арқылы ел мен қоғамның одан әрі дамуына ықпал ететін, халықаралық танылған зерттеу университеті болуға ұмтылады. Назарбаев университеті бұл Қазақстан Республикасының астанасы, Еуразия жүрегінде, Астана қаласында орналасқан халықаралық ағылшын тілді зерттеу университеті. Назарбаев университеті негізі қаланған сәттен бастап, жергілікті және де әлемдік қоғамдастықтың тұрақты өсіп келе жатқан қажеттіліктеріне жауап беретін академиялық және ғылыми көшбасшылыққа қол жеткізу, сондай-ақ болашаққа дайын түлектерді даярлау үшін құндылықтарды айқындап, стандарттарды белгіледі. Университеттің даму жолы әлемнің бірқатар жетекші университеттері мен әріптестік орнатудан басталды. Алғашқы жылдары стратегиялық әріптестер университетті құруға, оның басқарушылық және академиялық құрылымдарын қалыптастыруға, академиялық бағдарламаларды әзірлеуге және сапаны қамтамасыз етуге, студенттерді қолдау жүйелеріне және тағы басқа жан-жақты қолдау көрсетті. Қазіргі таңда оқу орны президенті Шигео Катсу. Назарбаев университеті 68 бакалавриат, 1 резидентура және 2 университет алдындағы дайындық, білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 7 мектеп, медицина, жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар, инженерия және цифрлық ғылымдар, тау-кен және жер туралы ғылымдар, жоғары бизнес, жоғары білім беру, жоғары мемлекеттік саясат мектептері және 9 оқу корпусы, 9 студенттер үйі, 1 кітапхана, 2 спорт кешені, 1 бассейн, 3 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 5163 адамды құрайды. Оның ішінде 592 тыңдаушы, 3476 бакалавр, 793 магистрант, 265 докторант, 37 резидент. жылғы түлектердің жалпы саны 1126 адам. Декреттік демалыстағы немесе жұмысқа орналастырылған түлектердің саны 534 адамды құрайды, ал 347 түлектер оқуын жалғастыруда. НУЭТ қабылдау емтихандарының қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына Foundation дайындық мектебіне түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 122 және ең жоғары бал 190. SAT емтихандарының қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына бакалаврға түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 1240 және ең жоғары бал 1570. Ақылы түрде оқитын студенттердің саны жалпы студенттер санының 3%-нан аспайды. 98% әртүрлі гранттарда, соның ішінде мемлекеттік грантта шамамен 95% оқиды. жылы ең төменгі базалық жеңілдікті ескере отырып, ақылы негізде бір жылдағы оқудың ең жоғары құны бакалавриат 4.956.500 теңге, магистратура 6.038.310 теңге, докторантура қазіргі уақытта ақылы оқыту ұсынылмайды. Назарбаев университетінде білім алушылар үшін келесідей гранттар бөлінеді. Мемлекеттік грант Қазақстан Республикасының азаматтары үшін. Абай Құнанбаев гранты шетел азаматтары үшін. Ыбырай Алтынсарин гранты әлеуметтік осал санаттағы кандидаттар үшін. Ұлттық банктың гранты
тек жоғары бизнес мектебінің қаржы бағдарламасының студенттеріне арналған. Ішінара гранттар ұсынылған, бірақ күту парағында қалған барлық кандидаттар үшін сомалар дүниежүзілік банктың жіктелуі негізінде анықталады. Ағымдағы студенттер үшін президенттің Назарбаев университеті стипендиясы, докторанттарды қолдау және басқа да стипендиялар, оның ішінде демеушілер есебінен қарастырылған. Сондай-ақ талапкер білуі тиіс қосымша талаптар. Барлық бағдарламаларда оқыту тек ағылшын тілінде жүргізіледі. Назарбаев университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Байтымбетов Ғалым Болатұлы, Aquapoint компаниясының негізін қалаушы, Тамерлан Сейдахметов, Apple компаниясының деректерді өңдеу бойынша жетекші маманы, Мұхамеджанова Әсел Зейнулла қызы, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының басқарма төрағасы, Құсманов Әділ Миратұлы, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әлеуметтік экономикалық реформаларды талдау және мониторингтеу орталығы басшысының орынбасары, Баймағамбетов Ақылжан Мәлікұлы, Қазақстан Республикасы ұлттық банк төрағасының орынбасары, Қарабасова Лаура Шапайқызы, Жұбанова атындағы Ақтөбе өңірлік университеттің басқарма төрағасы, ректор, Олжабеков Мәлік Серікұлы, Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Астана медицина университеті. Астана медицина университеті еліміздегі ең ірі және қарқынды дамып келе жатқан медициналық университеттердің бірі. Жоғары медициналық білім беру саласында жоғары беделге, білім беру қызметтерін көрсетуге де, медицина ғылымы мен клиникалық қызметті дамытуда да өзіндік дәстүрлері бар. Университет Астана қаласында орналасқан. 1964 жылы 26 қазанда Республика Министрлер кеңесі Целиноградта медициналық институт ашу туралы қаулы қабылдады. 1997 жылы институт академия болып қайта құрылып, 2009 жылдың қаңтарынан бастап университет мәртебесіне қол жеткізді. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы негізінде университет ұлттық медициналық холдингтің құрамына енді. 2010 жылдың шілде айынан бастап Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің құзырына берілді. Университеттің клиникалық базалары ірі ұлттық және республикалық орталықтар, ұлттық медициналық холдингтің еншілес ұйымдары болып табылады. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Надыров Камалжан Талғатұлы. Астана медицина университеті 58 білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды дайындайды. Оның ішінде 8 бакалавр, 6 магистратура, 5 докторантура, 2 интернатура, 37 резидентура білім беру бағдарламалары. Университетте 5 факультет, 5 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 1 кітапхана, 1 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 10.018 адамды құрайды. Оның ішінде 6.798 бакалавр, 149 магистрант, 85 докторант, 1894 интерн, 1088 резидент. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 96.2%-ды құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 102 және ең жоғары бал 140.
Университетте оқу ақысы орта есеппен бакалаврда жылына 700 мың теңгеден 1 250 мың теңгеге дейін, магистратура 1 20 мың теңгеден 1 400 мың теңгеге дейін, докторантура 1 850 мың теңге, интернатура 1 800 мың теңге, резидентура 1 100 мың теңгеден 1 600 мың теңгеге дейін. Мейірбике ісі, жалпы медицина, стоматология, педиатрия, білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу үшін психометриялық тестілеу түрінде арнайы емтихан тапсыруы қажет. Ақылы бөлімшеге түсу ұлттық бірыңғай тестілеу балдарын ескере отырып конкурстық негізде жүргізіледі. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге Карпачев атындағы стипендиясын бөледі. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті. Энергетика, телекоммуникация, IT-технологиялар және ақпараттық қауіпсіздік, ғарыштық инженерия, робототехника және жасанды интеллект салаларында кадрлар даярлауды жүзеге асыратын Орталық Азиядағы жетекші техникалық жоғары оқу орындарының бірі. Университет Алматы қаласында орналасқан. Алматы энергетика және байланыс университеті 1997 жылы 10 қаңтарда 1975-1997 жылдары аралығында жұмыс істеген. Алматы энергетикалық институтының негізінде құрылды. 1989 жылы Алматы энергетикалық институты Қазақстанда бірінші және Кеңес одағындағы санаулылардың бірі болып, КСРО мемлекеттік білім беру мемлекеттік инспекциясының комиссиясымен аттестатталды. Энергетика мен телекоммуникацияның оқу ғылыми кешені 1997 жылдың мамыр айында коммерциялық емес акционерлік қоғам мәртебесі бар Алматы энергетика және байланыс институты болып қайта құрылды. 2010 жылдың шілде айынан бастап Алматы энергетика және байланыс институты магистранттар мен PhD докторанттарын даярлау құқығымен университет мәртебесін және Алматы энергетика және байланыс университеті коммерциялық емес акционерлік қоғамы жаңа атауын алды. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Сағынтаева Сәуле Советовна. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті 68 білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 4 институт, 3 оқу корпусы, 3 студенттер үйі, 5 спорт кешені, 4 кітапхана, 3 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасында білім алушылар саны 7319 адам, оның 6888-і бакалавр, 372 магистрант, 59 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 90%-ді құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 55 және ең жоғары бал 138. Университетте оқу ақысы орташа есеппен жылына бакалавриат 750 мың теңге, магистратура 920 мың теңге, докторантура 1 900 мың теңге. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге тұңғыш ректор грантын және Ғұмарбек Дәукеев атындағы стипендияларын бөледі. Оқуға түсу үшін университетте қосымша шығармашылық емтихан тапсыру керек. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында
Жұмағалиев Асқар Қуанышұлы, Қазақстан Республикасының Нидерланды корольдігіндегі төтенше және өкілетті елшісі, химиялық қаруға тыйым салу жөніндегі ұйым жанындағы Қазақстан Республикасының тұрақты өкілі қызметін қоса атқарушы. Орынбеков Бекболат Серікбекұлы, Жамбыл облысы әкімінің орынбасары. Досаев Ерболат Асқарбекұлы, Алматы қаласының әкімі. Оспанов Бауыржан Кеңесбекұлы, Жер су инвестициялық өндірістік корпорациясының бақылау кеңесінің төрағасы. Тютебаев Серік Сүйінбекұлы, Самұрық Энерго акционерлік қоғамының басқарма төрағасы. Тұрғанов Дүйсенбай Нұрбайұлы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің экология мәселелері және табиғатты пайдалану комитетінің мүшесі және тағы басқа азаматтар білім алған. Азаматтық авиация академиясы. Азаматтық авиация академиясы Қазақстан Республикасы мен Орталық Азиядағы азаматтық авиацияның ұшу, техникалық және қызмет көрсету құрамының жоғары білікті инженерлері мен техниктерін даярлауды, сондай-ақ азаматтық авиация кәсіпорындары мамандарын қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын жалғыз жоғары оқу орны болып табылады. Академия Алматы қаласында орналасқан. Азаматтық авиация академиясының тарихы 1937 жылы Алматы әуежайының базасында Қазақ азаматтық авиация басқармасының оқу-жаттығу жасағы құрылған кезден басталады. 1962 жылы Киев азаматтық авиация инженерлері институтының оқу кеңес беру пункті ашылды. Ал 1995 жылы азаматтық авиация академиясы болып қайта құрылды. Азаматтық авиация академиясының құрылуының ресми күні 1995 жылы болып саналады. Қазіргі уақытта қазақстандық студенттермен бірге жоғарғы оқу орнында Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Ресей және Қытайдан студенттер білім алуда. Халықаралық тәжірибе мен біліктілікті растау үшін үздік студенттер әрі қарай оқу үшін Еуропаның ұшу мектептеріне жіберіледі. Қазіргі таңда оқу орнының ректоры Сейдахметов Бекен Канелович. Азаматтық авиация академиясы 11 білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды дайындайды. Академияда бір оқу корпусы, бір студенттер үйі, бір кітапхана, бір коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта институт қабырғасындағы білім алушылар саны 1655, оның 1516-сы бакалавр, 130-ы магистрант, 9-ы докторант. ...2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 70%-ды құрайды. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 55 және ең жоғары бал 138. Оқу ақысы орта есеппен бакалаврда жылына 920.500 теңге, магистратура 639.100 теңге, докторантура 1.900.000 теңге. Сондай-ақ, талапкер білуі тиіс қосымша талаптар, ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану, білім беру бағдарламалары тобы бойынша түсу үшін дәрігерлік ұшу сараптама комиссиясын өтуі қажет.
Азаматтық авиация академиясының бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Ардана Ботай, истребитель авиациялық эскадрильясының авиациялық буынының аға ұшқышы. Малиев Дастан Серикович, Әлия Молдағұлова атындағы халықаралық әуежай акционерлік қоғамының басқарма төрағасы. Калейников Владислав, БО 105 тікұшақ әуе кемесінің командирі. Диана Ибраева, әуе кемесінің командирі, Скат авиакомпаниясы және тағы басқа азаматтар білім алған. Тұран университеті. Тұран университеті 1992 жылы Алматы қаласында құрылып тіркелген және білім беру корпорациясының өзегі болып табылады. Университет Алматы қаласында орналасқан. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Алшанов Рахман Алшанұлы. Тұран университеті 51 білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды дайындайды. Оның ішінде 27 бакалавриат, 18 магистратура, 6 докторантура білім беру бағдарламалары. Университетте 4 факультет, 3 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 2 кітапхана, 3 спорт кешені, 1 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта академия қабырғасындағы білім алушылар саны 4795 адамды құрайды. Оның ішінде 4441 бакалавр, 281 магистрант, 73 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 89%-ды құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 51 және ең жоғары бал 136. Университетте оқу ақысы орта есеппен бакалаврда жылына 700 мың теңгеден 840 мың теңгеге дейін, магистратура 920 мың теңгеден 2 миллион 600 мың теңгеге дейін, докторантура 1 миллион 700 мың теңгеден 1 миллион 900 мың теңгеге дейін. Студенттер мемлекеттік гранттар мен университет ректорының гранттары бойынша оқи алады. Үздік студенттер қазақстандық және шетелдік компаниялар мен ұйымдардың стипендиясына өтініш бере алады. Мұның бәрі студенттерге олардың одан әрі жұмысқа орналасуы және қазіргі қоғамның бәсекелестік ортасында даму үшін сапалы білім беруге мүмкіндік береді. Тұран университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Әбдірайым Бақытжан Жарылқасынұлы, Астана медицина университеті директорлар кеңесінің төрағасы. Илин Юрий Викторович, Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрі. Абдрасилова Райхан Серікбаевна, Қазақстандағы Қытай ұлттық мұнайгаз корпорациясы интернационал жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директорының орынбасары. Левинская Наталья Игоревна, Алматы қаласы жасыл экономика басқармасының басшысы. Мырзағалиев Мағзұм Маратұлы, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы басқарма төрағасы. Сәрсенов Максим Маликович, таксомоторлық бизнес қауымдастығының төрағасы және экотакси акционері. Кистанов Виталий Александрович, қазақстандық кәсіби режиссер-оператор және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Алматы гуманитарлы экономикалық университеті. Экономика, статистика, қаржы, менеджмент және информатика мамандықтары бойынша бакалаврлар мен магистрлерді дайындайтын Қазақстан Республикасының жоғары оқу орны. Университеттің білім беру қызметі магистрант,
бәсекеге қабілетті маманның кәсіби құзыреттілігінің сапасына бағытталған. Университет Алматы қаласында орналасқан. Алматы гуманитарлы экономикалық университеті миссиясы озық білім беру технологияларын қашықтықтан оқыту жүйесін енгізу және жоғары оқу орындарының менеджменті ішіндегі білім, ғылым, өндіріс, бизнесті интеграциялау негізінде жетілдіру арқылы халықаралық стандарттарға сәйкес экономиканың әртүрлі салаларында жоғары интеллектуалды тұлғаларды, барлық деңгейдегі жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Кордяков Валерий Анатольевич. Алматы гуманитарлы экономикалық университеті 44 білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды дайындайды. Оның ішінде 30 бакалавриат және 14 магистратура білім беру бағдарламалары. Университетте 3 оқу корпусы, 2 студенттер үйі, 3 кітапхана, 4 спорт кешені бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 5404 адамды құрайды. Оның ішінде 5362 бакалавр, 42 магистрант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 72%-ді құрады. Университетте оқу ақысы орта есеппен бакалаврда жылына 400 мың теңгеден 500 мың теңгеге дейін, магистратура 500 мың теңгеден 600 мың теңгеге дейін. Оқу үлгерімі жоғары студенттерге университет ректор гранты мен жеке атаулы стипендиялар бөледі. Алматы гуманитарлы экономикалық университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Айдарбеков Қайрат Нұртасұлы, Қазақстан эстрада әншісі және актер. Сайфедденов Сайран Тәпенұлы, Алматы қаласы Әуезов ауданының әкімі. Қайыров Нұртас Бауыржанұлы, Алматы қаласының стратегия және бюджет басқармасы, мемлекеттік мекемесінің басшысы және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Баишев университеті. Баишев университеті Батыс Қазақстанның жетекші оқу орындарының бірі болып табылады. Оқу орны Ақтөбе қаласында орналасқан. Университет 1996 жылы Қазақстан мемлекеттік басқару академиясының Ақтөбе бөлімшесі ретінде құрылды. 1997 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясының Ақтөбе бөлімшесі Батыс Қазақстан экономика және қаржы институты болып қайта құрылды. 2001 жылы Батыс Қазақстан экономика және қаржы институты Сақтаған Баишев атындағы Ақтөбе университеті болып өзгертілді. 2012 жылы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі жоғары оқу орындарын оңтайландыру туралы ұсынымдарына сәйкес және жоғарғы оқу орнының университетпен өзара келісімі бойынша Дүние Ақтөбе әлеуметтік техникалық институтымен біріктірілді. 2019 жылдан бастап Сақтаған Баишев атындағы Ақтөбе университеті өткізілген ребрендинг нәтижесінде Баишев университеті болып қайта құрылды. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Ташмухамбетов Бауыржан Ғалиханұлы. Баишев университеті 28 білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 5 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 1 кітапхана, 1 спорт кешені, 1 бассейн және 1 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 2803 адамды құрайды. Оның ішінде 2727 бакалавр, 76 магистрант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 78%-ді құрады.
Университетте оқу ақысы орта есеппен бакалаврда жылына 400 мың теңге, магистратурада 450 мың теңге. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге ректор грантын бөледі. Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университеті. Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университеті еліміздің көп бейінді жоғары оқу орындарының бірі болып табылады. Оқу орны Орал қаласында орналасқан. 2008 жылы Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарын оңтайландыру мақсатында Орал қаласындағы 3 жеке жоғарғы оқу орындары: Батыс Қазақстан инженерлік технологиялық университеті, Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы және Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті негізінде Батыс Қазақстан инженерлік гуманитарлық университеті құрылды. 2012 жылы оған Еуразия институты қосылды. 2015 жылы Батыс Қазақстан инженерлік гуманитарлық университетінің базасында Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университеті мен Қазақстандық инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті құрылды. Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университеті жұмыс берушілердің белсенді, бастамашыл, креативті ойлайтын және тиімді жұмыс істейтін мамандарға деген қажеттілігін қанағаттандыруға ұмтылады. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Шакешев Бекболат Теміржанович. Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университеті 58 білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды дайындайды. Оның ішінде 49 бакалавриат және 9 магистратура білім беру бағдарламалары. Университетте 3 факультет, 7 оқу корпусы, 2 студенттер үйі, 2 спорт кешені, 2 кітапхана бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 6725, оның 6630-ы бакалавр, 95-і магистрант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 92%-ды құрайды. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 52 және ең жоғары бал 110. Оқу ақысы орта есеппен жылына бакалавриат 390 мың теңге, магистратура 470 мың теңге. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге құрылтайшы грантын бөледі. Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы. Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы 1997 жылы Шымкент мемлекеттік институтының негізінде құрылды. Академия Шымкент қаласында орналасқан. Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы оқу бағдарламалау қағидасы, білім беру бағдарламаларының икемді траекториялары бойынша студентке орталықтандырылған оқу процесін іске асыру, еңбек нарығында тез өзгеріп отыратын экономикалық жағдайлар мен қазіргі заманғы үрдістерді ескере отырып, білім алушыларға олардың кәсіби өсу үшін барынша тиімді жағдайлар жасау, мотивацияны дамыту және білім беру нәтижелерін бақылау, білім беру бағдарламаларын үздіксіз жаңарту, тиімді кәсіби қызмет үшін қажетті білім мен біліктілік шеңберін кеңейту. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Рысбеков Мырзабек Мырзашевич. Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы 39 білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды дайындайды. Академияда 7 факультет, 4 оқу корпусы, 2 студенттер үйі, 3 спорт кешені, 1 кітапхана, 1 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта академия қабырғасындағы білім алушылар саны 6226 адамды құрайды. Оның ішінде 4494 студент, 73 магистрант, 17 докторант, 296 интерн, 304 резидент,
1042 ОКМУ акционерлік қоғамы жанындағы медициналық колледж студенттері. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 93,2% құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 70 және ең жоғары бал 133. Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясына түсу үшін психометриялық тестілеу түрінде арнайы емтихан тапсыру қажет. Академияда оқу ақысы орта есеппен бакалаврда жылына 800 мың теңге, магистратура 870 мың теңге, докторантура 1 600 000 теңге, резидентура 900 мың теңге. Академияға түсу үшін алдын ала іріктеу өткізіледі. Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясының бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Бекенов Құдайберген Елтекұлы, Желдор фармация жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры. Кашкымбаева Ләззат Арсымбековна, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті басшысының орынбасары. Асылбеков Нұрлыбек Абибуллаевич, Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының басшысы. Султанова Төрайым Жолдыбаевна, Шымкент қаласы мәслихат депутаты. Бегайдарова Ләйла Өміртайқызы, Түркістан облысының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы, дәрілік заттармен қамтамасыз ету және лицензиялау бөлім басшысы. Тагибаев Дәулет Орынбаевич, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Түркістан облысы бойынша департаментінің басшысы және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Нұр Мүбәрәк Египет Ислам мәдениеті университеті. Нұр Мүбәрәк Египет Ислам мәдениеті университетінің Қазақстан мен Египет Араб Республикасы арасындағы ортақ келісіммен іргетасы 1993 жылы қаланған жоғары білім ордасы. Университеттің ең жоғары басқару органы екі елдің лауазымды тұлғаларынан құралған қамқорлар кеңесі. Университет Алматы қаласының экологиялық таза аймағында, Алатау бөктерінде орналасқан. Нұр Мүбәрәк Египет Ислам мәдениеті университеттің миссиясы біліктілігі жоғары, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, гуманитарлық және педагогикалық бағыттардағы білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру, қоғамның ғылыми және діни рухани әлеуетін паш ету. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Мұхаммад Аш-Шахат Абдул Хамид Мұхаммад Ал-Жинди. Нұр Мүбәрәк Египет Ислам мәдениеті университеті 5 білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 2 факультет, 2 оқу корпусы, 2 жатақхана, 1 спорттық кешен, 1 кітапхана, оқу залдары, 1 коворкинг орталығы, студенттерге қызмет көрсету орталығы, NM Collection, тігін шеберханасы, NMU Shop жұмыс істейді. Қазіргі уақытта академия қабырғасындағы білім алушылар саны 18346 адамды құрайды. Оның ішінде 15831 бакалавр, 2478 магистрант, 37 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 90% құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 51 және ең жоғары бал 125. Университетте оқу ақысы орта есеппен бакалаврда жылына 465 мың теңгеден 590 мың теңгеге дейін, магистратура 790 мың теңге, докторантура 1 800 000 теңге.
университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге ректор грантын бөледі.